Ассалаумағалейкум. Мен Айтжан Мадияр, ДМ-18-3 тобының студенті. Құрметті ұстаздар, 1 наурыз алғыс айту күні құтты болсын. Ұстаздығы еткен жалықпас, үйретуден балаға, дегендей әр шаңырақтан үміт күткен ұл қыздары сіздердің білімдеріңіз бен біліктіліктеріңізге жүгініп сеніп келеді. Ел ертеңі болып табылатын ұландардың бойына білім мен өнерді, адамгершілік пен адалдықты, туралық пен шыншылдықты, рухани байлық пен ұлттық қасиеттерді сіңіріп, оларды тұлғалы азамат етіп қалыптастыруда сіздердің үлестеріңіз орасан мол. Білім көшін жылжытып келе жатқан дене тәрбиесі және спорт мамандығына беретін ұстаздар ұжымына сіздерге шығармашылық табыс, қажымас қайрат, еңбектеріңізге жеміс, отбасыларыңызға бақыт, жүздеріңізге күлкі, зор денсаулық тілейміз. Құрметті ұстаздар, баршаңызға алғысымды білдірем. Құрметті де қадірлі болашақ колледжінің ұстаздары, мен ДМ-17-1 тобының студенті Қайырбек Мирас, сіздерді алғыс айту күнімен шын жүректен құттықтаймын. Бала бойына ата-анадан кейінгі ақыл-ой, адамгершілік, әдептілік, ар-ұят, ұлттық сана сезімді сіңіруші адам мұғалім. Ендеше өз ісіне берілген жаңалықты жатсынбай қабылдайтын шәкіртінің жанына нұр құйып, өмірге өзі де бақытты болып, өзгелерді де бақытқа жеткізем деп жүретін ұстаздардың жөні де жолы да бөлек. Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға деп Абай атамыз айтқандай, ұстаз еңбегінің қыр-сыры мол, қиын да жауапты шығармашылық еңбек екендігін баршамыз мойындаймыз. Құрметті ұстаздар, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Еңбектеріңіздің жемісін көре беріңіздер. Алғыс айту күні құтты болсын.